Барселона жазғы трансфер кезеңіне өте айқын жоспар құрып отыр. Соңғы деректерге қарағанда, клуб қазір үлкен қаржылық тәуекелге дайын сияқты. Қорғанысқа жаңа ойыншы, шабуылға Хулиан Альварес, сақтық үшін Мормуша резервтік нұсқа, Ферран Торрестің мүмкін сатылуы және Канселудың келіссөздерінде жаңа қиындық. Мұның бәрі өте шиеленісті, бірақ қызықты көріністі қалыптастырады. Енді басты сұрақ: Барса осы амбицияны нақты трансферлерге айналдыра ала ма? Келесі айлар Ханси Флик командасын түбегейлі өзгерте алады. Достар, ыңғайлы отырыңыздар, бастаймыз. Ла Лиганың лимитін ұлғайту және бір ойыншыға бір ереже қайта оралу мүмкіндігіне байланысты Барселона жазғы трансферлік терезеге белсенді дайындала бастады. Соңғы деректер бойынша клуб ішінде нақты жоспар құрылды. Басшылық елеулі қаржы салуға дайын. Басты екі мақсат: орталық қорғаушы мен шабуылшы. Диарио Спорт басылымының хабарлауынша, спорт директоры Дику басты мақсаттар ретінде Алессандро Бастони мен Хулиан Альваресті қарастырады. Клуб трансфер бюджетінде алдын ала есептеп қойған екі ойыншы үшін шамамен 130 мың евро қарастырылып отыр. Бастониге қатысты Интермен келісім 50-60 мың евроға жасалуы мүмкін деп болжанып отыр. Бұрын ойыншыларды мәміледе қосу нұсқалары қарастырылған болатын, бірақ қазір бұл сценарий ықтимал емес. Ал шабуыл сызығына қатысты басты нысан Хулиан Альварес болып отыр. Әр түрлі деректерге қарағанда, клуб трансфердің бұрын айтылған сомадан арзанырақ болуы мүмкін деп есептейді. Диарио Спорт шамамен 70 мың евро деп көрсетсе, журналист Хосе Альварес клуб ішінде 80 мың евро шамасын жоспарлап отыр дейді. Алайда Атлетико клубымен келіссөздер өте қиын болатынын түсіну керек. Монда Депортиво мәліметінше, мадридтік клуб өздерінің басты ойыншыларының бірінен оңай айырылуға ниет білдірмейді. Ал Барселона 100 мың еуродан аспайтын шектен аспаймыз деп белгілеген. Дегенмен каталондық клуб ішінде ойыншының өзі ауысуға қызығушылық танытуы мүмкін деген сенім бар. Бұл фактор трансферлік соманы төмендетудің басты себептерінің бірі болып саналады. Осы жоспарларды жүзеге асыру үшін клуб елеулі кадрлық шешімдер қабылдауға дайын. ESPN мәліметінше, Барселона Ферран Торрестің ұсынысына ашық және оны осы жазда сату мүмкіндігін қарастырып отыр. Бұл тек оның қазіргі формасына ғана емес, клубтың жалпы стратегиясына байланысты. Ойыншының келісім шарты 2027 жылға дейін жарамды, және Барселона дәл қазір оны лайықты бағамен сату мүмкіндігі болуы мүмкін екенін түсінеді. Жаңа шабуылшының келуі шабуыл құрылымын түбегейлі өзгертеді. Идеалды сценарийде, дереккөздер айтқандай, Альварес негізгі шабуылшы болып саналады. Роберт Левандовски ротация үшін тәжірибелі нұсқа, ал Ферран ойын уақытын аз алуы мүмкін. Осылайша, Барселона жазғы трансферлік терезеге нақты стратегиямен шығуда. Екі басты мақсат анықталған: бюджет алдын ала есептелген, ал мүмкін болатын сатулар жалпы қаржылық модельдің бір бөлігі ретінде қарастырылып отыр. Енді көп нәрсе клуб осы жоспарды жүзеге асыра алады ма, жоқ па, соған байланысты болады. Достар, пікірлерде өз ойларыңызды жазып, Барселона үшін қай күшейту нұсқасы ең дұрыс деп ойлайтыныңызды бөлісіңіздер. Бұл видеоны лайктап, каналда жазылыңыздар. Өткен видеоларға қолдау көрсеткендеріңізге үлкен рахмет. Бұл каналды дамытуға үлкен көмек. Дегенмен клуб ішінде Хулиан Альварестің трансфері өте қиын екенін жақсы түсінеді. Сол себепті Барселона алдын ала альтернативті нұсқаларды қарастырып отыр. Диарио Спорт мәліметіне сәйкес, аргентиналық трансфері сәтсіз аяқталса, Барселонаның жоспары Манчестер Ситиден Амар Мормуш, мысырлық шабуылшы қолжетімдірек нұсқа ретінде қарастырылып отыр. Оның болжамды бағасы шамамен 50 мың евро деп есептелуде. Мормуш жағдайы каталондық клубқа ыңғайлы. Манчестер Ситиге келгеннен кейін ол тұрақты ойын уақытын ала алмай отыр. Бұл клубты келіссөздерге ашық қылуы мүмкін. Барселона үшін бұл қажетті қасиеттері бар ойыншымен, бірақ Альварестен әлдеқайда төмен бағаға келісім жасауға мүмкіндік береді. Мормуш Ханси Флик талабына сай келеді. Оның жылдамдығы, жоғары прессингтік қарқыны бар және шабуылда әр түрлі позицияларда ойнай алады. Бұл қосымша тактикалық икемділікті береді. Дегенмен Альварес басты мақсат болып қала береді. Клуб оны әмбебаптығы, әр түрлі рөлдерде ойнай алу қабілеті және футболдық интеллектінің жоғары деңгейі үшін бағалайды. Сонымен қатар, Барселона басқа нұсқаларды да қарастырады. Mundo Deportivo мәліметінше, кандидаттардың бірі Виктор Осимхен. Галатасарайға ауысқаннан кейін ол тамаша нәтижелер көрсетіп, 70 ойынға 56 гол соқты.
Алайда клуб ішінде оның мінезімен бұрын Наполиден кеткені туралы күмәндер бар. Сондықтан ол негізгі альтернатива ретінде қарастырылмайды. Кейбір ойыншылар тізімнен шығарылды. Барселона Беньямин Шешконы қайта қарастырмайды және Влаховичті де қарастырмайды. Тіпті тиімді мәміле мүмкін болса да. Клуб бұл ойыншылардың негізгі шабуылшы рөліне сай келмейтінін бағалайды. Осылайша Барселонаның стратегиясы айқындала түсуде. Альварес басты мақсат және жазғы басты нысан. Мормуш ең нақты әрі қаржылық тұрғыдан қолжетімді жоспар. Асимхен нұсқа ретінде қарастырылады, бірақ шектеулері бар, ал басқа кандидаттар біртіндеп тізімнен шығарылады. Бұл клуб бір ойыншыға ғана ставка жасамай, бірнеше сценарийге дайындалып отырғанын көрсетеді. Осы сценарийлердің қайсысы іске асады, сол арқылы келесі маусымдағы Барселонаның шабуыл құрылымы анықталады. Қызықты әрі күтпеген жағдай Жоа Канселге қатысты да дамып жатыр. Бірнеше күн бұрын оның Барселонадағы болашағы шешілгендей көрінген. Диарио Спорт мәліметі бойынша Ханси Флик толық трансферге жасыл жарық берді. Канселдің әмбебаптығы, доппен ойнау қабілеті және бірнеше позицияны жаба алу мүмкіндігі бағаланды. Драйва Ликано турниріндегі жеңістен кейін бапкер оның қосқан үлесін атап өтті. Екінші таймда ерекше күш салғанын және толықтай ойында болғанын айтты. Клуб ішінде де нақты ұстаным қалыптасты. Испан баспасөзінің хабарлауынша Барселона Канселді тұрақты түрде сақтап қалғысы келеді және оны келесі бірнеше маусымға жобаның маңызды бөлігі ретінде қарастырады. Алайда соңғы күндері бұл тарихқа бұрын болмаған жаңа проблема қосылды. Спорт мәліметіне сәйкес, Әл-Хиляль ойыншысын тегін жіберуге дайын емес. Ол клуб жоспарына кірмесе де, португалдық ойыншының келісімшартында тағы бір код бар, ал Сауд Арабиялық тарап өтемақы талап етеді. Деректерге қарағанда сома шамамен 15 мың евро болуы мүмкін. Бұл жағдайды түбегейлі өзгертеді, себебі Барселона позициясы қатты. Клуб Канселді тек бос агент статусымен ғана алып келуге дайын. Сонымен қатар ойыншы трансфер жүзеге асу үшін айтарлықтай жалақысын төмендетуге мәжбүр болады. Mundo Deportivo және басқа деректерге қарағанда, тараптар іс жүзінде 2 маусымға келісімшартқа қол қоюға келіскен, бірақ тек егер ауысым тегін болса ғана. Міне, осы жерде тарихтағы тағы бір маңызды элемент пайда болады. Mundo Deportivo деректеріне сәйкес, келіссөздерде Марк Касатовтың рөлі болуы мүмкін. Орталаң ойыншысы Сауд Арабиясы клубының қызығушылығында және оны мәміле құрамына қосу мүмкіндігі қарастырылуда. Сонымен қатар, Касатов пен Канселудің бір агенті бар. Бұл келіссөз процесін жеңілдетуі мүмкін. Егер Әл-Хиляль шынымен Касатовқа қызығушылық танытса, бұл бүкіл жағдайды шешудің кілті бола алады. Оның нарықтық бағасы шамамен 20 мың евро деп бағаланады. Мұндай нұсқа екі тарапқа да ыңғайлы болуы мүмкін. Осы фонда Канселу мәселесі бұрын ойлағанымыздан әлдеқайда күрделі болып көрінеді. Бір жағынан, бапкердің толық мақұлдауы және клубтың ойыншыны сақтап қалу ниеті бар. Екінші жағынан, Әл-Хиляль тарапынан жаңа қаржылық талаптар мәмілені қиындатады. Енді көп нәрсе Барселона келісімге келе ала ма, келісімшартты күте ме, әлде Касатовты толық операцияға қосу сияқты нұсқаларды қолдана ма, соған байланысты болады. Көріп отырғанымыздай, Барселона жазғы трансферлік терезеге енді бос армандармен емес, нақты стратегиямен келеді. Клуб кімге бірінші кезекте қызығушылық танытып отырғанын, бұл қанша тұруы мүмкін екенін және жоспарды жүзеге асыру үшін қандай құрбандықтар қажет болатынын жақсы түсінеді. Дегенмен, қазір анық көрініп тұрғаны, алда өте күрделі жаз күтіп тұр. Альварес әлі де қиын нысан болып қалуда. Бастаниге айтарлықтай қаржы қажет болады. Мормуш тек резервтік нұсқа, ал Канселу мәселесі жақындап келе жатқанда бұрын ойлағанымыздан әлдеқайда күрделі болып кетті. Пікірлерде жазып қалдырыңыздар. Осы жаздағы Барселона үшін қай трансфер ең маңызды деп ойлайсыздар? Бастони ме, Хулиан Альварес пе, Канселуді сақтау ма, әлде басқа нұсқа? Егер видео ұнаса, лайк басып, каналда жазылыңыздар және хабарламаларды қосыңыздар. Сонда Барселона туралы ең маңызды жаңалықтар мен трансфер жаңартуларын өткізіп алмайсыздар.